2026 жыл жаңалықтарға толы болмақ. Зейнетақы мен әлеуметтік төлемдерге қатысты да өзгерістер орын алатын болады. Зейнетақының қанша пайызға көбейетіні туралы ақпараттан осы уақытқа дейін көз тұнды. Енді көкпар тартқан күнтулақтай болған тақырып өткен күннің еншісінде қалып отыр. Алдағы жаңа жыл, яғни 2026 жылы зейнетақыға қатысты қандай өзгерістер орын алмақ? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы және зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2025 жылы 16 қазандағы номері 67 қаулыны қабылдады. Қаулыда 2026 жылға 1 қаңтардан бастап басқарушы компаниялардың қызметін бағалау жүйесінің орташа сараланған нәтижелерден композиттік индекстер, бенчмарктар бойынша бағалауға өтуі көзделген. Композиттік индекстер Қазақстандық қор нарығының және әлемдік қаржы алаңдарының индекстерін қамтиды. Бұл жаһандық экономикалық үрдістерді ескере отырып, басқару нәтижелерін объективті бағалауға мүмкіндік береді делінген Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің хабарламасында. Сонымен қатар, басқарушы компаниялардың тәуекел деңгейі, кірістілігі және инвестициялау мерзімі бойынша ерекшеленетін инвестициялық стратегияларды ұсыну мүмкіндігі көзделген. Бұл салымшыларға жеке қалауы мен рұқсат етілген тәуекел деңгейін басшылыққа ала отырып, тиісті инвестициялық бейінді дербес таңдауға, сондай-ақ зейнетақы активтерін әртүрлі инвестициялық стратегиялары бар түрлі басқарушыларға басқаруға беру арқылы әртараптандыруға мүмкіндік береді. Қаулыда зейнетақы активтерін инвестициялау үшін қолжетімді қаржы құралдарының тізбесі кеңейтілді. Сондай-ақ әрбір инвестициялық стратегияның ерекшеліктерін ескере отырып, инвестициялаудың тиісті лимиттері белгіленді. Бұл басқарушы компанияларға портфельді әртараптандыруға және инвестициялық тәуекелдерді азайтуға көбірек мүмкіндіктер беріледі делінген хабарламада. Басқарушы компанияның зейнетақы активтерін ұлттық банкінің басқаруына ерікті түрде қайтару мүмкіндігі қосымша көзделген. Қабылданған шаралар зейнетақы активтерінің ұзақ мерзімді кірістілігінің өсуіне, басқарудағы ашықтық пен икемділіктің артуына, сондай-ақ жеке басқарушылар арасында бәсекелестік ортаның құрылуына әкеледі деп күтілуде. Бұл негізінде зейнетақы активтерін тиімдірек инвестициялауға ықпал етеді делінген хабарламада. Сонымен зейнетақы жүйесін инвестициялау мәселесі құрылымдаудан өтуде. Алдағы уақытта, яғни 2026 жылы зейнетақы саласына қатысты біршама өзгерістер орын алатын болады.